Сәлем құрметті көрермендер, сендерге жасарғың келсе ұйықта атты бүгінгі тақырыбымды қозғамақшымын. Өте қызықты тақырып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Адам егер уақытында ұйықтамаса, кеш жатса, немесе аз уақыт ұйықтаған адамның иммунитеті түседі, жады нашарлайды, ойы жинақты болмайды, салмағын баланста ұстай алмайды, жұмыс істеу қабілеті төмендейді, стресске көп түседі және ерте қартаяды. Көрдіңіздер ме, ұйқының адамның денсаулығына қандай пайдасы бар екендігін? Иммунитетті көтеру үшін ең алдымен тамақтануды, сосын ұйқыны реттейсіз. Неліктен? Өйткені адам ұйықтаған кезде жасаруға жауапты мелатонин гормоны бөлінеді. Соның арқасында ми демалып, ағза өзін-өзі шлак токсиннен тазартып, қалпына келіп энергия жинайды. Мелатонинмен бірге бөлінетін соматотропин гормоны ол бойдың өсуіне жауапты. Егер баланы сағат 22:00-ге дейін ұйықтауға үйретсеңіз, баланың бойы жақсы өсетін болады. Бұл гормондардың жұмысына кедергі келтірмес үшін ең алдымен сағат 22:00-ге дейін ұйықтаңыз. Таңғы 6-7 арасында будильниксіз оянып үйреніңіз. Жатар алдында бөлмені желдетіп алған өте жақсы. Жарықты өшіріңіз, тас қараңғыда ұйықтаған абзал. Көзге арнайы повязка тағып ұйықтаңыз. Балаларға да соны үйретіңіз. Телефон, планшет, Wi-Fi, телевизор бәрін өшіру керек. Және ең күштісі, ұйықтамас бұрын жылы душ немесе ваннаға түсіңіз. Бұл жасарудың құпиясы. Мен сіздерге ұйқыбас бол демеймін. Мен сіздерге уақытылы ұйықтап, уақытылы оянуды үйреніңіз. Және барлығы өз нормасында болу керек. Сіздермен бірге болған мен Алуа Омар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.